Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Орда подкаст жобасы өздеріңізбен бірге қазақтың ұлт зиялысы алаш қозғалысының көрнекті өкілі, биылдық 100 жылдық мерейтойы болып жатқан қазақтың заңғар тұлғасы Міржақып Дулатұлы жайында сөз қозғамақпыз. Міржақып Дулатұлы тек қана ақын жазушы ретінде емес, қазақтың басты 20 ғасырдағы үлкен идеологтарының бірі, Торғай өңірінде дүниеге келген қазақтың заңғар тұлғасы, сонымен қатар есеп саласында алғаш роман жазғандығы өздеріңізге белгілі. Осы жайында бүгін сөз қозғамаққа Қарағанды бірінші телеарнасының журналисі, филология саласының маманы Жаңабек Нар студиямызға келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіз, алла разы болсын. Осының алдында өзіңізбен бірге ұлт зиялысы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы жайында сөз қозғаған едік. Арнайы ат басын бұрып студиямызға тағы келгеніңізге көп рахмет, алла берекелі қылсын. Әрине, Міржақып Дулатұлы тек қана қазақтың жазушысы емес, ақын емес, өте үлкен саяси қайраткер тұлға. Қазақ алаш зиялыларының ішіндегі Әлихан Ахмет атамызбен қатар аталатын ең көрнекті осы үш тұлғаның бірі Міржақып Дулатұлы. Биылғы жылы заңғар тұлғамыздың 140 жылдығы мерейтойы тойлануда. Осы 25 қараша күні заңғар тұлғамыз дүниеге келген. Міржақып атамыздың жалпы барлығымыз білетін жастай анасы қайтыс болды. Ол кісінің жалпы қалыптасу жолы қалай болды? Кез келген тұлғаның негізгі шыққан жері, оның қалыптасу жолы, оқыған білімі, ұстаздардың оның жалпы өмір жолына, еңбек жолына тікелей әсер ететіндігі белгілі. Жалпы осы Міржақып атамыздың шыққан өңірінен, қалыптасу кезеңінен қай кезде білім алды, жалпы сол жайында сөз қозғасақ. Міржақып Дулатұлы осы өткен бағдарламамыз айтқандай Ахметтермен қатар 20 ғасырдың басында танылған тұлға. Міржақыптың оның қайраткерлігі, оның әдебиет саласындағы сіңірген еңбегі, жалпы қазаққа деген, ұлтқа деген махаббаты, сол жылда көрген бейнеті ұшан теңіз. Оны біз бір хабарда жеткізу айту мүмкін емес, бірақ соның Мағжан Жұмабай айтады ғой, мен Аюп пайғамбардың көргендей қиындықты көрген шығармын деп. Сол кездегі алаш арыстары қандай қиындық көрді, бірақ соның бәріне мойымай ұлтқа қызмет етуден айнымады. Міржақып Дулатұлы өзі 2 жасында анам қайтыс болды дейді, 12 жасында әкем қайтыс болды дейді. Соның жасынан жетімдіктің тауқыметін тартады. Дегенмен ағасы Асқардың қолында тәрбиеленеді. Асқар ағасы жаңа ол кезде де Ыбырай Алтынсарин мектепте сол кезде Ахметтер сол Торғай өңірінен бәрі шықты да, ол кісілер осы Ыбырай Алтынсариннің мектебінде, одан кейінгі жаңағы қазақ еліндегі шағын мектептерде, училищелерде білім алды. Сөйтіп ол кездегі азаматтардың бәрі бала күнде молдадан оқитын. Ол да Міржақып та жас молдадан 2 жылдай тәлім алды. Содан бәрі, бірақ ол кездегі молдалар, енді ауылдың ішіндегі молдалар ғой, сыртқа шықпаған. Міржақыпқа ол білім таяздық етті. Сондықтан ол үлкен білім ордаларынан аңсады. Сөйтіп жүріп, сол кездегі қайраткерлердің еңбектерін оқып, әлемдегі ғалымдардың танып жатқан, біздің қазақ даласына жетіп жатқан еңбектерін оқып, жаңа омбыдан, сол кездегі өзінің қол жетер жерден білім алды, білім көтерді. Ертедегі қазақтың бұған дейін өзіне дейінгі қалыптасқан ғалымдардың, араб, парсы елдерінің бізге жеткен әдебиеттерін оқып, сөйтіп білімін жетілдірді. Оның да сол кездегі алаш арыстарының бәрінің өмірлері бір-біріне ұқсас, өйткені көргендері бір, өздері жетілдірумен болды. Қай жерде білім алу керек, сол жерден барып білім алды. Үнемі ізденісте болды. Ұлтқа қызмет етсе, негізгі мақсаттарының бәрі сонда ұлтқа қызмет етсем, осы білімді сол халыққа пайдалансам деген. Міржақып өз өлеңінде айтады ғой, қалғанша жар жанға мен сенікі, пайдалан қажетіңе жара салаш деп. Сол өзімнің бар қанша қабілетім бар, соның бәрін ұлтыма қызмет етуге жұмсаймын деп өмірден өтті. Солай бар өмірін осы ұлттың, халқымыздың дамуына, болашаққа арнап өтті. Алла разы болсын. Міржақып атамыздың жалпы білім жолында шынында Ыбырай атамыздан бастауға мектептен қалыптастырғандарына расында бұл бір тың ақпараттың бірі деп білеміз. Өйткені көбінесе жаңағы ол кісінің жалпы болмысын айтқан кезде жастай ата-анасынан айырылып, кейін молдадан сауат ашқандығын
бұл да бір қазақ жеріндегі сол уақыттағы білім жүйесінің көбісі үлкен модалардан сауат ашқандығында екенін бұрыннан хабардармыз, бірақ осы Ыбырай Алтынсарин атамыздан қалыптасқан мектеп негізінде білімін жаңартқандығы шынында ойлаймын баршамызға бір тың деректің бірі деп. Ол кісінің қазақ даласынан кең танымаған уақыты осы Оян қазақ шығармасының кең бейілі алып, ұлттың алдындағы үлкен бір қазақ халқына деген Сұлтан Махмұт атамыз айтқандай қараң қазақ көгіне өрмелеп шықса күн боламын деген негіздегі жасап шыққан үлкен еңбек аясында танылды ғой. Осы Оян қазақ үлкен бір тек қана өлең емес, ұлттың бір жаңғыру жолында жаңа бір реформа, жаңа бір идеология ретінде танылды. Осы Оян қазақ жобасының жалпы кейін бұл Оян қазақ шығармасы арқылы қуғындауға да ұшырады. Тіпті алғашқы жазылған шығармалары тәркіленуге ұшырады. Тіпті белгілі бір газеттер осы мәселені осы Оян қазақ журналын жариялағаннан кейін жабуға мәжбүр болды. Ең қазақ халқындағы үлкен бір Міржақып атамыз айтылған кезде ерекше айтылатын осы үлкен шығарманың бірі. Міржақыппен былай айтқанда Оян қазақ деген сөзбен Міржақып атамыз екеуі бірін бірі айыра алмайтындай. Міржақып атамыз айтылған кезде әрдайым Оян қазақ сөз айтылады. Қазақты оятуға деген ерекше бір ықыласының сөзінің бірі ғой. Осы жалпы Оян қазақ қазақ халқына қалай әсер етті, одан кейін жағдаяттар, Оян қазақтың негізгі тезисі дейміз, мағыналық мәселелері қаншалықты деңгейде болды. Ол кісіден сол уақытта айрықша түсінді ғой қазақ халқына деген үлкен борандықтың қалай болып жатқан, Ресей империясының қазақ халқының жалпы ғылымда, білімде кенжелеп қалуы, бодандық мәселесінде тым тереңге кетіп бара жатқандығы, егер осы қарқынмен кете берсе ұлттық кодымыздың жойылып, біздің мүлдем төмен деңгейге кететіндігі жайында шынында ол кісілер терең түсінді. Осы жалпы Оян қазақ шығармасының қалыптасу кезеңі, ол кісінің қалай таралды, Оян қазақтың жалпы қазіргі кезде шынында қазіргі уақытта да өте актуальный ол мәселе жайында. Иә, жаңағы Ыбырай Алтынсарин дедік, Ыбырай Алтынсарин мектеп ашса, соның шәкірті Мұқаннан дәріс алған ғой. Яғни немере шәкірті ғой. Содан әрі оқуын жалғастырып кеткен. Ал Оян қазаққа келетін болсақ, жаңа кімнің сол Оян қазақ сол кездегі қазақ халқының ұран сияқты әсер етті дейді. Ешқашан сол кездегі қазақтардың ішінде ол Оян қазақтай қазақ әдебиетінде сол кездегі ешқандай шығарма әсер етпеген. Мысалы сол кезде кім Міржақып Дулатов көзіңді аш, Оян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті дін нашар боп, хал харам боп, қазағым енді жату жарамасты дейді. Осы сөзді қай кезеңде қазір де айтсаңыз, сол күйінде қабылдауға болады. Оян қазақ және де сол кездегі Міржақып өзі ғылымға, білімге өте үйірсек болды. Анау ел мынандай жаңалық ашқан екен, мынандай ғылым түрін жасқан екен. Біз атпен 6 ай жететін уақытқа олар бірден көзді ашмай жетеді. Сондықтан біз білімді болуымыз керек, біз ғылымды игеруіміз керек деп, сондай мақсатта жазған Оян қазақты. Халықтың көзін ашып, білімді болса, біз өзге ұлтқа бодан болмаймыз, өзгелерге тәуелді болмаймыз. Қазақ жастары білімді болу керек, жан-жақты саяси сауатты болу керек, білімді ғылымды игеру керек. Ғылымды игерсе, бүкіл өнерді бәрі өз жеңіл өмір сүруге жеңіл болады. Қазақ әлемге танылады, әлем мойындайды деген мақсатта жазған ғой жаңағы. Сол Оян қазақ кітабын, Оян қазақ өлеңін сол кездегі Ататүрікте түрікше аудартып, Оян түрік деп шығарған дейді. Осы Ататүрік, Мұстафа Кемал Паша Ататүріктің де өзінің таңғалып тамсанған тұлғаларының бірі Міржақып деседі ғой. Жаңағы Жапон халқында соғыстан кейінгі жылдар ерекше өздерінің бір император, яғни өзінің несін халыққа тапсырып, бүкіл биліктің бәрі халыққа тапсырып, өздерін қайта қару кезеңі болса, бізде қазақ халқында да сонда қайта қару кезеңінің негізі қалыптастырып айтқан кезде мүлдем бір жаңа бағытқа бетбұрыс жасап, жақсы бір идеологияны қалыптастырған тұлға осы Міржақып Дулатұлы ғой. Шынында өзіңіз айтқандай қазіргі кезеңде де ешбір өзгеріссіз сол сөзін қазіргі уақытқа да толықтай дерлік шынында халықты оянуға керекті құраудың бірі. Жаһандану заманында қазірде айтамыз ғой, технологиядан қалмауымыз керек деп, бірақ ол уақыттағы өзектілігі және бүгінгі күнге дейінгі осы сөздің біз мұқтаж болуымыз ол кісінің бір керемет
кемелдігінің әрі ұлтқа деген ерекше махаббатының көрінісі жалпы қаншалықты біздің қоғамға қатты әсер етті осы оян қазақ? Оян қазақ халыққа әсер еткен сонша патша үкіметі одан кітаптың сол оян қазақ кітабының жарыққа шығуына елге таралып кетуіне қатты қорықты дейді. Тіпті оны оқуға тыйым салды дейді. Ал сол кезде қазақтар кітапты қыздың жасауына қосып берген дейді, таралу үшін. Мешіттерден дін қызметкерлері келіп соны таралуына сатып алып атсалысқан дейді. Сондай халыққа өте керемет пайдалы болған соншалықты. Және де оян қазақ сол кездегі алғашқы халықтың оқып көзін ашуға бірден бір құрал алғашқы кітаптардың бірі болған. Сондықтан да халық ол кездегі ондай кітаптар шыға қоймағандықтан қазақтың өзінің күнделікті өзі көзімен көріп жүрген Міржақыптың жазғанын бізде осындай жасауға болады екен ғой деген бір серпіліс берді. Сол кітапты алып оқуға тырысты, соны таратуға тырысты. Және де ол оян қазақ сол кездегі қазақтың көзін ашуға, дұрыс бағытта дамуына өте үлкен әсер етті. Міржақып атамыз тіпті оян қазақ фильмде де көрсетті ғой сол уақытта, яғни Міржақып Дулатов атамыздың атын жамылып, яғни атағының ел аузында кең белең ауына байланысты, яғни сол кісінің атын жамылып ақша тапқандар немесе сол кісінің өлеңін оқып өзін Міржақыппын деп таныстырып дүние тапқандардың да бұлай болуы ол кісінің қандай халық арасында беделі мен атағының кең болуында ғой. Және ол кісінің бір ерекше сол уақытта жасаған бір жаңашылдық мәселелерінің бірі бақытшы жамау шығармасы. Яғни сол уақытта үлкен бір қазақ тарихындағы алғаш роман жазып шығу, ол кісінің бір жаңағыдай жаңашылдықтан қорықпай ұлтқа керекті әдеби бұл осы бақытсыз жамау романының жазылуы, оян қазақ жазу ол кісінің қайраткерлігі жоғары деңгейге шықпай, яғни жазушылық деңгейде болып, одан кейін сол алғашқы қайраткерлікке қадам басып жатқан кездегі шығармаларынан ғой. Жалпы сол уақыттың өзінде қазіргі кезде ең бір жақсы қозғалып жатқан мәселесі осы қыз баланың тағдыры, отбасында әйел мен ердің теңдігі дейміз, және әйел құқығының тапталмауына қатысты ерекше сол ол кісі өзінің санасының жоғары деңгейде болғандығынан да шығар осы мәселе ең алғашқы роман жазып, сол романның өзінде қыз тағдырына қатысты ерекше қозғалу, ол кісінің бір бақытсыз жамауды жазуы үлкен бір әдебиет саласында үлкен бетбұрыс болды. Кейін Сұлтанмахмұт Торайғұлының жаңағы Қамар суы, Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі романдарының жазуы осы бақытсыз жамау романның жазуының ізімен қалыптасты ғой. Осы жалпы бұндай романның жазылуы қаншалықты біздің қазақ әдебиетіне үлкен бір өзгеріс әкелді, қаншалықты деңгейде бұл өте бір өзінің өзектілігін көрсетті. Өзі Міржақып Дулатұлының шығармалары бақытсыз жамал мен ең көп тараған осы екеуі ғой, одан басқа да кітаптар бар. Оян қазақ халықтың рухын оятса, бақытсыз жамал өзіңіз айтқандай қазақ қызының сол кездегі тағдырын, қазақ қызының ұлт анасының сол кездегі болашақ тағдыры, халықты, адамды тәрбиелейтін ана ғой. Сол ананы қандай болу керек, сол мақсатта жазылған бақытсыз жамал. Қиын кездегі, ол кездегі енді қазақ халқында аса көп бодан ел болғандықтан аса көп оқығандар болмады. Қазақ қыздарын малға сатты, қиын жағдайда болды. Өлара кезең және де бұрынғы салт дәстүр өшіп бара жатқан, кейінгі патша үкіметі, совет үкіметі, сол кездегі ол кезден патша үкіметінің саяси реформалары бізге қазақ халқына тән емес әдет ғұрыптары бізге заң ретінде еніп жатты. Осы бір қазақ халқының дәстүрлі заңдары көнеріп, ол кетіп бара жатқан жаңа патша үкіметінің жаңа заңы, орыс заңы келіп жатқандықтан осындай қиын кезеңдерде түрлі жағдайлар болып жатты. Кейбір келеңсіздіктер де болды. Ерте кездегі мысалы қазақ қыз баланы еркелетіп өсірсе, сол кездегі түрлі келеңсіздіктерге ұрынып жатты. Осының бәрін көре отырып, біз қыз балаларды қалай тәрбиелеу керек, ұлттың анасы, қазақтың қызы қандай болу керек, осындай мақсатта бақытсыз жамал жазды. Бақытсыз жамал жазғанда енді ол трагедиялық шығарма, бірақ дегенмен
алғашқы қазақтың романы болып есептеледі Бақыт Жамал. Содан кейін басқа шығармалар шықты. Мұхтар Әуезов, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Қамар сұлу жазды. Мұхтар Әуезов Қарагөзді, басқа да шығармаларын жазды. Яғни біздің өзге де жазушыларға роман жазуда алғаш рет сап берді ғой ол кісі. Алғашқы сап берді және жол көрсетті. Және ол сол кездегі мысалы Европада басқа елдерде жазып жатқан романдардай сол тең дәрежеде болды. Міржақыптың қайраткерлігі, жаңа әдебиет саласына өзінің ғылымға ұмтылысы осы Бақыт Жамалдың халыққа үлгі ретінде осылай болмау керек, осылай болу керек деген сияқты бір жол көрсетіп берген жалғыз жазушыларға емес, сол кездегі халыққа үлгі ретінде жазылды еңбегі. Алла разы болсын. Бұл да ол кісінің тек қана саяси жолда емес, халықтың мәдени әл-ахуалы және рухани моральдық тұрғыдағы жақсы дамуына өзіндік бір із қосуы деп білемін шынында. Және ол кісі бей-жай қарамай, қыз тағдырына, қазақ айтады ғой, ұлтым өссін сен қызыңды тәрбиеле дейді. Шынында қыз тағдырына жалпы ұлттың анасы ретінде қарап осы мәселеге бей-жай қарамауы, бұл да бір үлкен азаматтығының жанашырлығының үлгісі ғой шынында. Енді ол кісінің айтпауға болмайтын жолы шынында алаш қозғалысы кезінде Оян қазақ газетінде Ахмет атамызбен бірге газет шығаруы, қазақ газетін шығаруы, сонымен қатар жалпы алаш қозғалысындағы әрекеттері, тіпті ол кісінің Санкт-Петербургқа қазақ атынан елші іспеттес баруы да ол кісінің қаншалықты деңгейдегі үлкен саяси қайраткер болғандығын көрсетеді ғой. Алаш қозғалысы жайында айта кетсек, алаш қозғалысына бұл Ахмет Байтұрсынов екеуі бір өңірде өсті. Осы Ахмет Байтұрсынов екеуі бірін-бірі аға бауыр ретінде сыйласып, қайраткер ретінде қалыптасуына бір-бірін үлкен әсер етті. Солай жаңа Әлихан Бөкейханұлы Алашорда үкіметін құрған кезде екеуі осы Әлиханның қос қанат дос, жақын серігі болды. Бүкіл сырларын осы екеуіне айтатын болды. Өйткені сол кездегі алаш қайраткерлерінің ішіндегі ең шоқтығы биік азаматтар болды. Қай жағынан алса да, білім жағынан алсын, азаматтық тұлғасы болсын, қайраткерлік қабілеттері болсын, бәр жағынан ерекше тұлғалар болды. Өзі сол кезде Міржақыптан басқа қаншама алаш арыстар шықты. Бір қазаққа Құдайдың бере салған бір жақсылығы. Қиын кезде үлкен тұлғалы азаматтар шығады дейді ғой. Сондай бір қиын кезеңде қазаққа берген арыстар сол кезде бір топ-тобымен келіп жатты. Соның ішінде Міржақып соның бірі бір бірегей ішіндегі шоқтығы биік азамат болды. Сол кездегі патша үкіметіне қарсы шығып, патша үкіметінің тіпті газеттерге мақала жазды. Міржақып өзі біздің міндетіміз деген мақаласында Ресейдің шенеуніктері, урядниктер, стражниктер қазаққа қорлық көрсететіні, жерін тартып алатыны, малын тартып алатыны, оның рұқсатсыз алатынын бәрін жазған. Сондықтан сол мақалада біз қазақтар оянуымыз керек, біз қазақтар өзіміздің есемізді жібермеуіміз керек деген мақсатта жазады. Ресей үкіметінің қазақ халқына жасап жатқан қиянатын бәрін ашып жазады. Сондықтан сол кезден бастап Міржақып патша үкіметінің көзіне түседі. Сол қудалауына осындай мақалалары, осындай еңбектері әсер етеді. Және де Міржақып өзінен кейінгі жастарды тәрбиелеуге ықпал етті. Жаңа Оян қазақ, Бақыт Жамал, қаншама еңбектері арқылы. Міржақыптың Оян қазақ еңбегін ол да алаш қайраткері Райымжан Мәрсеков деген азамат сақтап қалған. Шәкірті. Ол жаңа қуғын-сүргін кезінде Қытайға өтіп кетеді. Сол Қытай қазақтарының қолында сақталып, кейін бізге Қытай қазақтарынан жеткен. Ал сол кездегі Оян қазақ кітабы ел ішінде тарап кетсе, оны патша үкіметі құртуға үлес қосты. Ол тіпті Міржақып пен Райымжандар кітапты көшіріп, қол жазба ретінде таратқан. Өздері сиямен, қолмен жазып. Ол кісілер шынында өте бір қиба кезеңде өмір сүрді ғой. Қай қазақтың арысы болсын бары қуғындау, шынында менде бір мынандай бір заңды сұрақ туады. Әрине сол уақытта қандай патшалық Ресейге қандай бір қарсы әрекет істесең,
оның артында айдау қуғын сүргіннің болатынына ол уақытта болжамай-ақ белгілі уақыт болды. Бұл сондай бір қандай бір тылсым күш, яғни сондай қуғындаудың болатынын біле тұра ұлтқа деген махаббаттары тоқтамай, және ол нәрсені ашық айта алу енді шыны керек. Қазір өзімізде осы тәуелсіз Қазақстан өмір сүріп отырып, өзіміздің кейде халық айтса қалт айтпайды, халық арасында да билік өкілдеріне немесе жалпы халық атынан сайланған тұлғаларға өзінің реніштерін білдіріп жатады. Неге мына нәрсені ашық айтпайсыздар, неге көрсетпейсіздер деген сияқты. Әрине түрлі саяси жағдаяттардың, түрлі сыртқы күштердің барын ескеру керек екені белгілі. Бұл саясат дегеніміз тек қана салқынқандықпен, сондай дана ақылмен артқа бір қадам жасап алдыға 10 қадам жасайтын жағдаяттарды ойлап отырып жасайтын белгілі ғой. Бірақ осы Міржақып атамарымыздың, Ахмет атамарымыздың осындай бір рухани кемелдігі ма, немесе бұл кісілердің осындай ұлтқа деген кезде барын салып қызмет етуі, немесе сол кісілер қалыптастырған шындыққа тіке жаңағы өзіңіз айтқандай халықты сол кездегі урядниктердің, Ресей үкімет тағайындаған түрлі лауазымдағы азаматтардың қазақ халқының озбырлығын сол уақыттың өзінде жасқанбай айта алуы, бұл бір азамат енді қандай айтсақ та бірақ түсінуге қиын нәрсе. Сол кісілермен салыстырмалы түрде өзіміздің тәуелсіз қазақ азаматтарының Қазақстанда отырып кейбір мәселелерді бұл кісілер сияқты жеткізе алмауы неден, немесе біздер жастар неге ой бола алмай жатырмыз. Осындай енді қазіргі тілмен айтсақ, сол уақытта қазақ халқының алдыңғы қатары саясаткерлері ғой бұл кісілер. Барлығын дерлік шынайы түрде көрсетіп айтты, керекті тіл десеңіз тілді айтты. Әрқайсысының бір сөз, Міржақып аталарымыздың осына оян қазақ деген бір ауыз сөзі бүкіл ұлттың ұранына айналып кетті. Мынау Шыңғыс Айтматов бір сөзінде айтады, біз жастар қиындық көрмесе екен дейміз, жастар бақытты болса екен дейміз, жақсы өмір сүрсе екен дейміз. Бірақ кейде бір қиындық көргенде бір сол пайдалы болатын сияқты, қиындық көргенде бір сол артында жақсылықты сезетін сияқты деп. Біз сол кездегі патша үкіметінің өзі маңайымен соғысып жатты, өзі қиындықта болды, немістермен соғысып жатты. Бізде 16-шы жылы қазақтарды окоп қазуға қара жұмыс қалды. Сондай бір қарама-қайшылықты кезеңдерде болды да, жасынан сол әбден пісіп қайнап, біз осылай болуымыз керек, немесе қиындыққа қарсы тұруымыз керек деп әбден ширап жетілген сияқты. Жас кезден бастап, бала күннен бастап, біз жетім өсті да жас кезінен Мұстафа Махмұттың айтқандай, қараған қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам деп, қазақтың қазақ баласына жасалып жатқан қиянат жастан көріп өсті. Осыны болдырмау үшін сондай бір үлкен тұлға болып, азамат болып қалыптасты деп ойлаймын. Өзі ана Мұқағалидың айтатыны бар ғой, өлең тумайды жайшылықта, өлең деген туады қайшылықта деп. Осы азаматтар бір жағынан Құдайдың топтап, енді оған дейін де түрлі қайшылықтар, қиын жағдайлар болды, бірақ Құдайдың бере салған сол кезде Міржақыптар сияқты қаншама арыс азаматтардың топталып өмірге келуі бізде қазақтың, қазақ халқының мәдениетінің, білімінің, әдебиетінің жалпы болмыстың қалыптасуына көптеген осы тұлғалар әсер етті. Жаңағы Міржақып атамыздың сол уақыттың бір феномен тұлғасы ғой, түрлі сала деп айтып жатсыз ғой. Сол кезде есептану кітабын жазуда бір ерекше таңғалдыратын мәселе, жаңағы қазақтың алу, қосу деген түрлі математикаға қатысты терминдерін білдіру. Менің бір айтқым келетін мәселе, неге мысалы алғаш қазақ мектеп, жалпы Қазақстандағы алғаш математика пәнін оқыған кезде осы қазақ тарихында математиканың негізін салушылардың бір ретінде Міржақып атамыздың аты аталмайтындығы, ол шынында мысалы есептану алғаш кітабын жазып, алуын, қосуын жазып беріп, тіпті кейбір математика есептерді ойлап шығарып жасты мектеп табалдырығына балаларға осы нәрсені көрсеткен. Бұл неге біздің қазіргі жалпы осы математика саласында біздің үлес қосқан тұлғамыздың бірі ғой. Ол кісіні біз тек қана осындай оян қазақ жазған азамат ретінде танимыз. Бұл біз ескеру керек жағдай емес па негізі? Міржақып Дулатұлы геометрия оқулығында жазыпты, кітабында жазыпты. Ол кездегі оқулық шығар. Математикаға жазған дегенде еңбектері енді есептану кітабы ғой жазған. Математикаға есепке қатысты кітап еңбектер жазған деген әңгімелер бар. Енді оны нақты әлі толықтай зерттеу керек. Сосын
славянский лагерьде айдауда жүрген кезінде қазақ түрік орыс сөздігін жасап шығарған. Сол кездегі сол түрмедегі түрік халықтарының ана орыс қарауылдар, күзет басшылары, олардың бәрі орыстар, орыс тілді азаматтар. Ана түрік халықтарынан келгендер, айдаудан өзге ұлттан айдалып келгендер, түрмеде жатқандар түсінбейді. Сондықтан соларға жеңіл болсын деп, олар қиындық көрмесін деп қазақ түрік сөздігін жазып шығарыпты. Сонда ол кезде енді қазіргі біздің бір-біріміздің түрік халықтары бір-бірі түсінбейтін деңгейге жетсек, ол кездегі әлі түбі негізі шекарасы ажырай қоймаған, әлі туысқан ретінде сезінетін кезең ғой. Сондықтан бір-бірінің сөзін түсінетін болғандықтан орыс түрік сөздігін жасап, сол түрмедегі жатқан азаматтарға үлкен көмек берген дейді. Сонда кімнің Міржақыптың қандай білімді болғаны сол түрмеде жатып кітап еңбектер жазғанын көруге болады. Ахмет атамыз айтады ғой, жалқау адамға сылтау көп. Өзің түрмеде кітап жазып шығады, соны айтады ғой, мысалға келтіріп. Мынау өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, түркі халқы, жалпы түрік тектес халықтар сол уақытта әлі бірін-бірі түсінетін, тіл айырмашылығы болмады, қаріптік айырмашылық болмады деп, осы Міржақып атамыз ең бір латын қарпіне, жалпы төте жазудан басқа қаріпке ауысуға ең бір қатты қарсы көрсеткендердің бірі ғой. Оның бейнесі шынында бір қазір көрінді. Біз кирилл әрпіне ауысқанның өзінде Өзбекстан халқының кириллицасын түсінбейміз. Яғни мүлдем жалпылама сол уақыттағы түрлі алфавиттің шығуының нәтижесінде кейін біз шамамен 100 жылға жуық уақыттан кейін бір-бірімізді түсінбейтіндей халге келіп қалдық. Егер айшықтап қарап үндемей, яғни баяу тыңдасаң түсінесіз, ал бірақ жаңағы сол мемлекеттің жаңалығын, сол мемлекетте болып жатқан жағдаяттарды оқу мәселесінде бізде үлкен қайшылық туады. Өйткені ол елдің алфавитіміз мүлдем бөлек болып кетті ғой. Осы мәселелерді болашақта болжай алғандығы шығар, ол кісілердің түрлі түркі мемлекеттеріндегі түрлі алфавиттің болуына қарсы шығуы, немесе біздегі жаңа алфавиттің енуіне, кирилл алфавиті немесе латын қаріптеріне қарсылықтары, ол кісілердің даналықтарынан деп білеміз ғой. Енді ол кісінің қуғын-сүргіндегі жағдайы, кейін ұзақ уақытқа дейін алаш зиялыларының ішінде ең соңғы ақталғандардың бірі осы Міржақып атамыз. Ол кісінің аталмау советтік дәуірде не себептен бұл кісіге соншалықты, яғни көп шүйлігіп ақталуға мүмкіндік бермеді. Ол кісінің қызы қаншама, яғни сол кісінің қызының арқасында ақталып шықты ғой. Бірақ көптеген түрлі жағдаятпен қазақ жерінде жерленген өзі бірең-сараң алаштықтар болса, соның бірі осы қателеспесем Әлімхан Ермеков атамыз осы Қарағанды топырағына жерленген, және осы Міржақып атамыз болса керек. Басқалардың барлығы да дерлік қуғын-сүргін, атылумен, крематорийдің, яғни сүйектері өртелді деген сияқты жағдаяттар ұшырады ғой. Қазақтың ерекше қайраткерлігінің арқасы шығар, енді совет үкіметтің соншалық ақтамай бұл кісіге үлкен бір кереғар пікірде болуы. Міржақып дулатұлының совет үкіметіне бір қарсы болуы оны Амангелді Имановты атты деп шығарды бір еңбектерде. Совет үкіметіне сөйтіп Міржақып дулатұлын көп қарсы қойды. Содан кейін екіншіден Оян қазақ, Бақыт Жамал сияқты халықтың санасын оятатын еңбектер жазды. Міржақыптың аты көбірек аталып кетті, халықтың ішіне таралып кетті. Ол бір қайраткер тұлға ретінде, одан патша үкіметі, тіпті совет үкіметі қорықты одан. Оның тұлға ретінде ертең халықты мынау Оян қазақ деген еңбектер арқылы халық оянып кете ме деп қорықты. Сондықтан Міржақыптың еңбектері мүлдем бертінге дейін аталмай жатты. Өзбекел Жәнібеков 86 жылдар Колбин келген кезде, ол кісі Колбиннің кезінде бірінші хатшы болды. Сол кезде идеология бойынша. Сол кезде кімді ғалымдар жиналап шақырып, кімді ақтаймыз деп бірінші Шәкәрімді ақтап алады. Одан кейін басқа Әлихандар, кейінірек Ахметтер, Әлихандар кейінде біртіндеп жайлап ақтала бастайды. Бірақ Міржақыпқа келген кезде кішкене қиындық болды дейді. Өйткені жағындай бір кереғар, қарама-қайшы, дұрыс емес пікірлер жазылып қалған. Сол кездегі совет үкіметінде қызмет еткен азаматтардың еңбектерінде. Және өзі Міржақып жан-жақты азамат болған дейді. Түрмеде жүріп қаншама адамды емдеген дейді. Дәрігерлікте қабілеті болған дейді. Енді
әр жерден түрлі еңбектерде оқыған ғой. Дәрігерлікті де өзі тікелей университет білім орындарында білім алмағанмен ғалымдардың еңбегін өз бетінше оқып, сондай білімді адам деңгейіне жеткен. Сондықтан өте білімді азаматтың өзі мынау үкімет басындағылар қолдай қоюы, оны қиындау. Өйткені халық сол міржақыптардың еңбегімен оянып кетіп, үкімет басындағы сол кездегі совет үкіметіне қарсы шығуы мүмкін бе деген қорқыныш қой, яғни. осындай мәселелерден көп қорқып, қызы Гүлнәр Дулатова қайта қойма жүріп, жаңағы Өзбекәлі Жәнібекке барып, сол кездегі үкімет басындағылар қайта хат жазып, сөйтіп шығарды дейді. Өзбекәлі Жәнібек өзінде еңбегінде айтады ғой. Осы бізге Гүлнәр апамыз келіп, неге шығармаймыз дегенде ғалымдар кішкене қоя тұрайық, бұның мынандай мәселелері бар. Жаңағыдай Амангелдіге қарсы шықты деген еңбектер бар, кішкене соны дәлелдейік. Басқа да жаңағыдай қайраткерлік өте совет үкіметіне қарсы шыққан тұстары өте күшті көп. Сондықтан бұны кішкене шегере тұрайық дегенде ғалымдардың айтқандары болды дейді. Өзбекәлі Жәнібектің күштеуімен ақыры Міржақып Дулат сол кешікпей алаш арыстарынан ақталып шығады. Ол кісінің бар рахымнасын шынында күллі алаш арыстарының ішінде ең бір өте қайраткер, сонымен қатар мінезде қайрат тұлға десек болады. Қаншама уақыт түрмеде жатып, кейін ол кісі ату жазасына кесіліп, бірақ атылмай қалады ғой. Соның өзінде бірнеше уақыт түрмеде жатып, мені ұмытып кеттіңдер ма деп айтуы. Одан бөлек карцерде жатқан кезде де, яғни өз-өзімен сөйлесіп, шахмат ойнап, жаңағы өзінің бейсаналы яғни санасының айтқан ақыл есінен ауысып кетпеуге әрекет жасауының барлығы үлкен қайраткерлігінен шығар. Ол кісі енді Оян қазақ фильмінде көрсетіп, бірақ қаншалықты тарихи дерек болғаны беймәлім. Сот әкетіп бара жатқан кезде өзінің тұлпарын айтады ғой. Мыңға қара көрсетпейтін тұлпар ең, әттең Тарзанға тап болдың деп. Шынында мыңға қара көрсетпейтін нағыз жүйріктің өзі сол Міржақып атамыз болды ғой. Әттең Тарзанға жолығып, түрлі саяси жағдайлармен ұлтқа деген махаббатының ерекше үлгісін көрсетіп, сондай үлкен қудалауға ұшыраған тұлғамыз. Енді қазіргі күнде неге бізде осындай Міржақып аталарымыз сияқты үлкен қайраткердің шықпай жатуы, немесе мүмкін шығып та жатқан шығар, әлде тарих кейін бағасын бере ме? Бір ғана Міржақып емес, мыңдаған Міржақып, мыңдаған Ахмет, мыңдаған Әлихан шығу керек қой негізі тәуелсіз уақытта. Біз не нәрседен жіберіп жатырмыз, немесе қай нәрсені ескермей жатырмыз. Осы Міржақып атамыз сияқты ұлтқа деген махаббат, өз алдына жаңағыдай жаңашылдыққа деген бастамалығы, қайраткерлігі, білімі, бір университет, әдеби саласы болсын, математикаға қатысты талпынысы болсын, немесе қай қазақтың қай жерде әлсіз десе сол жерге өзі тіреу болып тұра алатын тау тұлға болды ғой. Неге біз осы мәселеде дәл осы Міржақып аталарымыз сияқты тау тұлға заңғар азаматтар шығуда? Яғни өткенде бір азамат айтып жатыр, Әлихан Ахмет атамыздың істеген бір ғұмырда істеген нәрсесін 30 жыл бойы бүкіл мемлекет болып атқара алмай жатыр деп айтып жатыр да. Әрине бұл ол кісіге берілген үлкен баға ғой, бірақ бізге айтылғанда сын деп білеміз. Шынында осы Міржақып атамыздың сондай үлкен қайраткер шықпауда не себеп болып жатыр? Бәлде біздер жастар дұрыс емес нәрселерді игеріп, Ғабит Мүсірепов атамыз айтады ғой, қарны тойса қалғып кететін ұрпақтан сақтану керек деп. Бәлде біз сондай болып бара жатырмыз ба? Міржақып Дулатұлы жаңағы қызы Гүлнәр жазады, біздің үйімізде сол кездегі қаншама қайраткерлер, Мұхтар Әуезов, Серке Қожамқұлов болсын, Назипа Құлжанова, сол кезеңдегі бүкіл қайраткерлер біздің үйімізде болатын дейді. Демек Міржақып өзінің айналасына жақсы жайсаңды жинап, соған үлгі көрсеткен, өнеге көрсеткен Қаныш Имантайұлы Міржақып сотталып кеткен күннің өзінде қызына отбасына көмектесіп отырған екен. Міржақыптың әйелі келіп, қандай оқуға барсын деген кезде Ресейдегі медициналық университетке түсуіне ықпал етеді. Соған барсын деп бағыт береді. Сонда Міржақып өзінен кейінгі жастарға үлгі өнеге көрсетіп отырған, соларды артынан еріп дұрыс бағытқа бет бұруына ықпал еткен, көмектескен, атсалысқан. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, Ыбырай Алтынсарин мектеп ашқанда, бір мектеп арқылы қаншама жас тәрбиелеп шығады. Мүмкін
бізде мектеп жасынан бастап отбасыдағы бала күннен бастап біз ұлттық тәрбиеге осы алаш арыстарының өзге де арыстардың еңбектерін жасаған істерін үлгі өнеге ретінде көрсетіп отыру керек шығар. Алаш арыстары неге Жапон елін үлгі тұтты? Өйткені олар ұлттық бағытта дамыды. Ұлттық өзіне қаншама ғасырдан бері қалыптасып келе жатқан дәстүрін заман ағымына сай дамыта жаңғырта білді. Міне оларда бала күннен жас балаларды өзінің ұлттық бағытта тәрбиелейді дәстүріне сай. Бізге де сол бір мектептен бастап қазіргі неше түрлі қазір оқулықтардың өзі де кейде баланың деңгейіне сай келмей жатады. Кейде совет үкіметінде жақсы бір дәстүрді кітап оқуды, сол кездегі жақсы кітаптарды, оқулықтарды болсын жоғалтып жібердік. Біз әр кезеңнің бір совет үкіметін қанша жамандасақ та оның ішінде жақсы дүние болды. Сол әр кезеңнің жақсы дүниесін ала білсек, мүмкін дамып кетер ме едік. Мынау Скандинавия елдері социалистік қоғамында, капиталистік қоғамында жақсы жақтарын алған дейді. Финляндия, Швейцария мемлекеттері. Бізге де солай өткен өмірден сабақ алып, соның ең жақсысын біздің ұлттық дәстүріміз болсын, көрші маңайдағы бір жақсы дәстүрлер болсын, соны жаңғыртып заман ағымына сай пайдалана білсек, және де бізде ғұн, сақ, қаншама алтын орда дәуірі, қаншама кезеңдері, қаншама патшалықтар болды, хандықтар. Олар бір дамып, бір құлдырап отырды, бірақ сонда да соның арасында қаншама жағдайда қиын жағдайдан шықты. Сондай тарихи оқиғалардан сабақ алу керек шығар. Біз қалай даму керек, қалай өшпей болашақта алдыңғы қатарлы елдердің қатарына қосыламыз деген. Әр адам қоғамға пайдалы болам десе, өзінің ортасына пайдалы болам десе, әр адам сол өзінің жүрген ортасында, жүрген жерінде, өз саласында табысты, дұрыс халыққа пайдалы қызмет көрсетсе, біз қоғам дамиды деп ойлаймын. Осы бізде идеология жоқ деп айтады. Міне идеология алаш арыстарының еңбегі тұр. Біз осылардың еңбегін пайдалансақ, Әлиханның қазақ жерінде табылған әрбір тас қазақтың кеудесіне түйме болып қадалу керек деген. Яғни осы біз өзіміздің шығып жатқан дүниені өзіміздің қажетімізге жаратайық деген. Міне идеология осы идеологияны біз пайдалансақ. Мәшһүр Жүсіп Абайға барғанда, ол аңыз ғой, аңыз енді рас өтірігін білсін. Қағба туған жеріңде, Алла жүректе деп айтқан дейді. Яғни сен өзің тұрған жеріңде, туған жеріңде елге қызмет ете білсең, міне саған қағба дейді. Ал сен ана жақ қайда барсаң да өз еліңнен артық жер жоқ, өз еліңнен туған ел де жоқ, жер де жоқ. Осы елге адал қызмет етсең, осы еліңді көгертуге атсалыссаң, міне сен қанша жерден білімді бол, қанша жерден қай елге барып білім ал, бірақ түбінде өз еліңді ұмытпа, өз еліңе қызмет ет. Мына алаш арыстарында айтып кеткен осы. Міржақыптың да, басқалардың да. Расында разы болсын. Шынында Міржақып атамыздың бастап кеткен оян қазақ идеологиясы шынында бізде қазіргі кезде қайрат жаңғыртып, сол нәрсені жаңғырып халықтың санасына сіңісе деген ниеттеміз. Өзіңіз айтқандай, көптеген қазіргі уақытта көптеген тұлғаларымыздың айтатын бір мәселесі де осы. Бүкіл әртүрлі саладағы бүкіл қазақты біріктіретін, осы оян қазақ секілді жақсы бір тұтас ұлт біріктіретін идеология осы дейміз. Шынында қазір енді бізде жасырын емес, әртүрлі буын совет үкіметте өскен, сол уақытта туған, немесе тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында туған жастар, қазіргі тілмен зумер ұрпақтары, альфа ұрпақтары деп түрлі заманауи атпен айтып жатады. Бірақ шынында осындай түрлі ұрпақтың және қазақ тілді, орыс тілді екі түрлі бір-бірімен мүлдем үш қайнаса сорпасы қосылмайтын түрлі ұрпақ немесе түрлі саладағы адамдар жоқ емес қоғамда. Солардың барлығына бірлік, барлығына бірдей ортақ бір осындай идеология неге қазіргі күнде осы жасалмай жатыр, немесе жасалып әлде ол халыққа дұрыс насихатталмай жатыр ма? Дәл осы Міржақып атамыздың айтқандай оян қазағы дәл қазіргі уақытта шынында дәл қазіргі кезде бұрынғыдан да әлдеқайда актуален десек қателеспейміз. Өйткені өткенде осы рудныйдағы мәселе шум шығып жатыр, немесе басқа да қай мәселеде болсын, бұның барлығы да дерлік төрт тараптағы қазақтың төрт түрлі ойлайтындығының бір жемісі шығар, нәтижесі.
өйткені барлығы бір деңгейде болып, барлығы осы оян қазақ дегендей дәл осындай үлкен Міржақып атамыз жасап кеткен 100 жыл өтсе де әлі күнге дейін актуальны, сол уақыттан бері өзінің қажеттілігін көрсетіп отыр. Бұл не себепті осындай Міржақып атамыз жасап кеткендей бір оян қазақ деген өлең болғанмен сол уақытта бір ерекше бір идеология болды ғой, ұлтты оятуға. Дәл қазіргі кезде осы нәрсе не жетіспей жатыр бізге? Ақселеу Сейдімбек жазады, Индияны ағылшындар жаулап алған кезде, одан кейін ағылшындар біз сол ұрпақ біз ағылшындарға бағына берейік деп тұрған дейді. Одан кейін Магатма Ганди келді, одан кейін басқа ұрпақтар ауысып жатыр. Сол кезеңнен бастап біртіндеп біз ағылшындарға бағынбаймыз, неге өзіміз дамымаймыз деген сияқты идеология қалыптасты дейді. Сөйтіп ұрпақ ауысқан сайын өздерінің қайраткерлері шыға бастады дейді. Демек бізге кішкене ұрпақ ауысу керек шығар дейді. Менің ойымша қазір билікте әлі совет үкіметінің кадрлары отыр. Әлі сол идеология әлі жалғасып жатыр. Біз тәуелсіз ұлт болғанмен әлі де бұрынғы совет үкіметінің кейбір әлі жемқорлық, басқа да бір теріс әрекеттер әлі қалып қойды. Сол бір шұңқырдан әлі шыға алмай жатырмыз. Біртіндеп өзіңіз сияқты жастар өсіп жетіліп, ұлт үшін қызмет атқарып жатса, әркім міне жастар келіп жатыр, осы жастар елге пайдалы қызмет атқарса, біртіндеп осы болашақ уақыт, заман бір орында тұрмайды ғой. Сол заманға сай қызмет етсе, біздің болашақ ұрпақ дамиды деп ойлаймын. Қазір де біртіндеп жасалып жатыр, бірақ әлі тасбақаның жүрісінде әлі баяу. Әлі біз шетелге қарап отырмыз, әлі біздің әскеріміз керемет күшті емес, әлі біздің біліміміз күшті емес. Алаш арыстары, Ахмет Байтұрсын, Әлихан Бөкейхан бізде қандай мамандық керек, жастарды сол бағытта оқытқан ғой. Сен заңгер бол, сен экономика жағын меңгер деген сияқты. Бізге де осы кейінгі жастар Қазақстанда қандай мамандық керек, сол мамандықты оқып біліп, осы елге қанша аталарымызда еңбек етсе, болашақ біртіндеп дамиды деп ойлаймын. Қазақтың болашағы алда бұйырса өркендеп алдыңғы қатарлы елдердің қатарына қосылады. Рахмет жаңағыға, алла разы болсын. Біздің студиямызға келіп өзіңіздің саналы ойыңызбен бөліскеніңізге көп рахмет. Қазақ зиялысы, классик жазушымыздың бірі Ғабит Мүсірепов айтады ғой, қазақ баласының білімде кеткені көп, өзің үшін оқы, ағаң үшін оқы деп. Шынында біздің қай нәрсеге болсын, дәл қазіргі уақыт Абылайхан атамыз айтқандай да, білекке сенер заманда ешкімге сене бермедік, қазір енді білімге сенетін уақытта жіберіп алмайық дегендей, шынымен біздің қазақ жастарының ең бір ұлт үшін істейтін нәрсесі шынында өзіңіз айтқандай білім алып түрлі ұлтымыздың жоғары деңгейге көтеру деп білеміз. Құрметті көрермендер, бүгін шама шарқымыздың жеткенінше Міржақып атамыз жайлы сөз қозғадық. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Халқымыздың бірлігі бекем болып, халқымыздың санасы Міржақып атамыз айтқанда оян қазақ болып жаңғыруына жаңғырса деген үміттеміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Қош сау болыңыздар. Алла разы болсын.